Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қарапайым адамдарды былай қойғанда енді Назарбаевты мәжілістің төрағасының өзі қатаң сынға алды. Назарбаевтың билік еткен жүйесі супер президенттік жүйе және бүкіл билік бір ғана адамның қолында шоғырланып, соның нәтижесінде еліміздің үлкен дағдарысқа ұшырағанын және байлықтың қаншама бөлігі санаулы адамдардың қолында болғанын, қарапайым халық әрине Назарбаевтың қаншама адам сынап жатыр, саясаттанушылар сынап жатыр, олар түсінікті делік. Алайда биліктің бір тармағын қолында ұстап отырған, ойлап қараңыздаршы, мәжілістің төрағасының өзі, Қошановтың өзі Назарбаевтың билік еткен жылдарын, қателіктерін ашық түрде айтып отыр. Ашық түрде мәжілістің төрағасы айтып отыр бұны. Қошановтың алдымен не айтқанын тыңдап көріңіздер, яғни мәжілістің төрағасының. Содан кейін тақырыпты тарқатып айтатын боламыз. 30 жыл бойы Қазақстанда супер президенттік басқару формасы қолданылды. Алайда уақыт өте келе ұзақ жылдар бойы жұмыс істеген модель үлкен саяси дағдарысқа алып келді. Бұған негізінен мемлекетімізге бір ғана адам үстемдік етіп, елдің бар байлығын санаулы адам иеленуі себеп болды. Бұл жайт қоғамның ашу-ызасын туғызды және елдің дамуын тежеді. Сондықтан 3 жыл бұрын саяси жүйені жаңғырту процесін бастаудың маңызы зор еді деген еді мәжілістің төрағасы Қошанов. Міне көріп отырсыздар, мәжілістің төрағасының өзі Назарбаевты қатаң сынға алып отыр. Оның билік еткен жылдарын, мемлекеттің қалай дағдарысқа ұшырағанын, бүкіл биліктің бір адамның қолында шоғырланғанын және байлықтың санаулы адамдардың қолында болғанын. Бұның барлығы нені білдіреді? Бұның барлығы тек Назарбаевтың айналасындағы адамдарды осы кезге дейін қаншамасын ұстады, қаншамасын қамауға алды, қаншамасы мемлекетке белгілі бір мүліктерін, активтерін қайтарып берді. Мысалы, Назарбаевтың айналасындағы заңсыз жолмен байлықты, мемлекеттің байлығын иеленген олигархтардың қаншамасы өз активтерінің белгілі бір бөлігін мемлекетке қайтарып жатыр. Алайда енді тікелей Назарбаевтың өзін сынға алуға көшуі және Тоқаевтың ғана емес, мәжіліс төрағасының бұлай айтуы бұл тегіннен тегін емес. Себебі мәжіліс төрағасын білесіздер, парламенттегі ең ключевой дейді ғой, яғни негізгі тұлғалардың бірі, және Қошановтың анау-мынау жерде сын айта бермейтінді еске алғанымыз дұрыс сияқты. Өйткені Қошанов, мысалы Ринат Заитов, Ермұрат Бапи сияқты жиі адамдар сынға ала бермейді. Алайда ол кезінде мемлекетті, тұтас Қазақстанды басқарған адам туралы бұлай айтуы, бұл тегіннен тегін емес. Сонда Тоқаевтың не жоспары бар, не ойы бар Назарбаевқа қатысты? Басқасын былай қойық, Назарбаевқа қатысты Тоқаевтың не жоспары бар алдағы уақыттары?